номері 49 орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Атиша Нажар. Бірақ мысал кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз аллалық. Оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамна шағылар. Тілегенің алдынан іздемей табылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Мал дәулеттің байлығы, бір жұтасан жоқтық. Оқымыстың байлығы, күннен күнге көп болар, еш жұтамақ жоқ болар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сиса көлік үстінде тұғу менен табылған, сауысқанның тамағы шығу менен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Надандықтың белгісі еш ақылға жармас. Жайылып жүрген айуандай, ақ қараны танымас. Аяншылап арымас, білім деген қарымас. Жөн білмеген наданға қыдырата дарымас. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқу деген шынады, тұрған сайын шынып қайтымызды. Білмегенді білуге, есті бала тырысқан, есер бала ұрысқан. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Әлпеш деген атана қартаятын күн болар, қартайғанда жабығып, мал таятын күн болар. Ата-енен қартайса, тіреу болар бұл оқу. Қартайғанда малтаса, сүйер болар бұл оқу. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқу білген таниды, бір жаратқан Құдайды, танымаған Құдайды не қылғанға ұнайды. Шырағым абай болғай деп ата-енен жылайды. Баладан қайыр болмаса, баланы неге сұрайды?